адамдық бақыт дейтін ұғымның екі түрлі қасиеті бар екенін ұғынғым келеді. Біріншісі адамдық азаматтық бақыт, екіншісі адамдық эгоистік бақыт. Адамды азамат қылатын бір басынан артылып, әуелі бауырындағы балаға, сосын жанындағы жақын дос-жаранға, солардан ары қарай басталатын өзінің халқына, үлкен адамзатқа азда болса шапағатын киерме деген ұғым. Осылай болады деген сенім. Ол кез келген адамды пенделіктен азаматтыққа көтеретін жаңғызақ терде. Ал адам өзім ғана бақытты болайын, көрер қуанышты көрейін, ештеңеден есем кетпесін, ертең опынып жүрмейін деп тіршілік құратын болса, өйтіп көрген қызығы, өйтіп тапқан бақыты эгоистік бақыт. Бұл мен үшін өте принципті мәселе. Қазіргі заманда да, бұрынғы заманда да бүкіл күллі адамзаттың тарихын алып отырсаңыз, барлық әлеуметтік індеттер адамдар арасында болсын, халықтар арасында болсын, мемлекеттер арасында болсын, эгоизмнен өрбіді. Адамды адам ететін тек өзінің басындағы жақсылықты ойлау емес, өзгеге де жақсылық ойлай білу. Өйтпесе адам қалған жануарлардан ешқандай айырмасы жоқ, екі аяқты ғана жануар болар еді. Өзінің ырзығын табуда, өзінің ләззатын айыруда ешбір хайуан, ешбір адамға кездескен жоқ.